ғаламторды ChatGPT-ді 100% ақиқат көзі деп тану ол өте жаңсақ пікір. Цифрлық дәуірдің өркендеуі өз кезегінде дін саласына айналып кеткен жоқ. ChatGPT мәселесі дін саласында өте күрделі салалардың бірі. ChatGPT біз өзіміздің қоғамдық өмірде кейбір мәселелерге байланысты, кейбір тақырыптарға байланысты қолданғанымыз дұрыс болуы мүмкін, бірақ дін мәселесіне келгенде ол үлкен проблемасы бар екенін аңғаруымыз қажет. Ілияс Есенберлиннің көшпенділер кітабы не туралы деп мен ChatGPT-ге сұрақ қойсам, ол маған кітаптың мазмұнын, тарихын айтып беруі мүмкін. Ал мен тура сол секілді діни сұрақты қоятын болсам, мысалы мазхаб дегеніміз не деген сұрақ қоятын болсам, бұл жерде әртүрлі ойлардың алуандылығы шығады. ChatGPT қалай жұмыс жасайды? Ол интернеттегі ғаламтордағы барлық сол сұраққа байланысты ақпараттарды жинап, одан қорытынды шығарып береді. Ал бір діни терминге байланысты түрлі деструктивті діни идеологтардың да әлеуметтік желіде көптеген ақпараттар жатыр. Ғаламторда көптеген діни сұрақтарды іздеу ол негізінде ешқандай жақсылыққа апармайтындығын ескеруіміз қажет. Ал діни сұрақ сізді мазалайды ма? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар, ислам діні бойынша, басқа да біздің елімізде жергілікті атқарушы органдар бар. Сол жердегі арнайы мамандардан, жергілікті жердегі теолог, дінтанушы, исламтанушы мамандар арқылы сұрақтардың жауаптарын білуге болады.